Президент азық түлікке түз байланысты біздің жұмыстың қандай тұрады. Ана сырттары кешегі оқиғалар бойынша қолжұрыққа мағлұмат беріп кетсек, екі жараша күнде біздің граждандық адамдардың арасында, әскер қызметкерлердің арасында ешқандай жоғалтулар болған жоқ. Жеңіл жарақат алулардың негізінде 10 әскер қызметкері жарақат алды. Олардың больницада жатса, қарап жатса, көшіп келген адамдардың барлығы, үйлеріне көшіп келген адамдардың барлығы МЧС тарапынан, жергілікті кезекті органдар тарапынан Geçici yıllar aralığından orta muamelelerde geçişinde buzgandı, odunu buzgandı, uçuyor sizlerge jüye getiresler ait etki olmuştur. Almasılardan bardығы комиссия түзіліп, комиссия жолдарды қарап шығып, азық мезгілде президенттің тапсырмасы негізінде комиссия түзіліп, комиссиялардың бардығын тексеріп шығып. Қанша қыдыршайды тұрықташтыруға батырақ? Азыр күнде ауыр относительно тұрықташы деп айтсақ болады. Төртінші совместный патрулирование милиции органов находится на того бардық күш структураларын алатын жеке состав жаңағы воен техникалар сағат 10-ден жүрушілер қайсы тарап, қайсы жағалап көреміз, қандай жағалап көреміз. Мен ойлаймын, ауа тоқташты жаңағы тоғынбенен көзімейді. Рахмат жалпы. Bu şeyi de üçün kapatalım. Вот бүгін 28 январ. Бұл Ортоғыз айында Түркіч аймағы мынайке қадимкідей жол açık, машиналар қадимки режимде өтіп ататын екен. Аяқта Қырғыз жана Тажикстандың полиция қызметкерлері совместно иш алып барып атат. Мынайке қымбатты туғандар, машиналар қадимкідей күндөгүдөй өтіп атат.